Нағыз ұбт-да келетін сұрақтардың бірін талдайық. Алдымызда Қисық көл маңындағы сынтасты қорымның табылған олжа нені дәлелдейді. Сіздерге бірден фотосуретін әде қойып қойдым, подсказка ретінде түсінетін шығарсыздар. Бірақ мында қосымша ақпаратты айтып кетейін. Жалпы археологиялық тарихта ең ежелгі әскери арбалардың бірі, ең ежелгі әскери арба деуге болады. Осы Андронов мәдениетінің ішіндегі сынтасты қорымнан табылған болатын. Бұл оларда өте жоғары деңгейдегі аттың көмегімен арбалы әскерінің болғандығын дәлелдейді. Сол себепті жауабы мында әскери техниканың жетілуі. Осыны белгілеп алыңыздар. ұбт-да басқа да сондай сұрақ келетін болса, қай аймақта алғашқы археологиялық тұрғыда алғашқы әскери арбалар табылып десе, немесе колесницалар, сынтасты қорымнан дейсіздер. Сынтасты мәдениеті, яғни андрондықтардың ішінде. Белгілеп алыңыздар. Осындай қызықты сұрақтарды тағы да көргің келсе, менің парақшама жазыл, және лайк басуды ұмытпа.